Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Педагогика бойынша тест сұрақтарын талдауды бастаймыз. Сонымен, құрметті әріптестер, бүгін тестілеуді жалғастырамыз. Бағалау тақырыбы бойынша тесттер әртүрлі варианттарда келеді. Сондықтан бағалаудың түрлерін, мәнін бүгінгі сабақта талқылайтын боламыз. Сонымен тестке назар аударайық. Сұрақ: бағалаудың барлық түрлеріне тән 3 сипаттама бар. Бағалаудың барлық түрлерін білеміз ба? Соның ішінде қадағалау сипаттамасына сәйкес мұғалім іс-әрекеті дейді. Оқушының сұраққа жауабын тыңдау дейді. Жауап. Осылайша тесттерді жаттап, дайындалып отыратын болсақ, әрине сіздерге бұл көпшілігіңізге түсініксіз болуы мүмкін. Алдымен біз бағалаудың түрлерін анық біліп алмай, ол үшін бағалаудың түрлерін еске түсірейік. Сонымен бағалаудың түрлері ол өздеріңізге белгілі. Қалыптастырушы бағалау, яғни күнделікті оқушыны кері байланыс арқылы бағалап отырамыз. Бұны оқу үшін бағалау деп атайды. Яғни белгілі бір тақырыптар бойынша өтілгеннен кейін ол жердегі ынталандыру мақсатында біз кері байланыс беріп, осылайша қалыптастырушы бағалау қоямыз, бағалауды жүргіземіз кезеңін. Келесі жиынтық бағалау, яғни үлкен бөлім тақырыбы біткеннен кейін немесе 90 біткен кезде орындалатын бағалау түрі, бұны оқуды бағалау деп атаймыз. Енді осы екі бағалау да қалай жүреді? Олардың мәні қандай? Олардың мәні, яғни 3 кезеңнен тұрады: қадағалау, интерпретация және қорытынды. Осыны есте сақтап алыңыздар: қадағалау, интерпретация, қорытынды. Яғни жаңа жоғарыда өткендей, сіздерде қадағалау деген келген болатын жаңа тест сұрақтарының ішінде. Ол үшін осы қадағалау дегеніміз не? Осыған мұқият назар аударайық. Яғни сыныптағы әдеттегі іс-әрекетті, яғни балалардың өзара әңгімесін тыңдап, тапсырманы орындап отырған оқушыларды қадағалау деген сөз бұл. Оқушыларға тапсырма береміз ғой. Сол кезде олардың жеке жұмыс, топтық жұмыс жүргізу кезінде тыңдаймыз, тапсырманы қалай орындап отырғандарын бақылаймыз. Немесе олардың орындаған сынып және үй тапсырмасын тексеру бірталай ақпарат беру мүмкін. Бірақ кей жағдайларда қажетті ақпаратты алудың ерекше ойластырған тәсілін қолдану керек болуы мүмкін. Яғни жазбаша тапсырма ол тест түрінде де болуы мүмкін, немесе әртүрлі шығармашылық жұмыс түрінде де болады. Яғни бұл жерде айтылған мақсаттарды іске асырады, бірақ кей жағдайларда дұрыс таңдаған ауызша жауаптардың өзі тиімді болып шығуы мүмкін. Яғни оқушының сұрақтарға берген жауабын бақылануы керек. Бұны қадағалау дейміз. Яғни оқушының бұл жерде тапсырмалар береміз, оларды оқушылар топта қалай жұмыс жасап жатыр, тыңдаймыз олардың әрбір топтық жұмысты. Топтық жұмыс бердік болды деп отырмаймыз ғой. Топтық жұмыс беріп, топта оқушылар қалай жұмыс жасап жатыр, әрбір топты тыңдап, немесе оны таспаға жазып алуымызға да болады. Оны бағалау үшін тыңдап отырамыз әрбір топтық жұмыс, жеке жұмыс кезінде. Міне осы тапсырмаларды орындап, одан кейін олардың жауабын тыңдау, жауабын сұрау, сұраққа тапсырмаларды орындау, бұл қадағалау болып саналады. Одан кейін әрбір енді оқушы жауап берді. Осы жерде оқушыға енді жауап бергеніне, енді оны біз бағалауымыз керек қой. Яғни оны қалай бағалаймыз? Әрине бұл жерде критерий қоямыз. Критерий арқылы оқушыларға баға береміз. Яғни бұны осы
интерпретацияның көмегімен мінез құлықты сипаттауға немесе түсіндіруге талпынуға болады осы жерде. Жалпы бұны логикалық, кейде логикалық қорытынды деп атаймыз. Яғни оқушылардың жауабын, мысалы кез келген тапсырманы орындаған кезде ол қалай орындады, бірінші критерийға сәйкес келді ма, екіншіге сәйкес келді ма деген сияқты. Осыған байланысты енді біз ойша қорытынды жасаймыз. Ал қорытынды кезеңінде қандай іс-әрекет жасалынады мұғалім? Бұл жерде алынған ақпараттарды бағалау үдерісі дейді. Бұны қалай түсіндік? Яғни оқушыны біз қадағаладық, жауабын тыңдадық қадағалауда. Одан кейін интерпретацияда критерийлерге сәйкес біз логикалық қорытынды жасадық. Ал енді осыған біз шешім қабылдаймыз. Қандай баға қоямыз? Егер де қалыптастырушы бағалау болса 8, 9, 7, 6, 5 деген сияқты бағалау түрін қоямыз, бағалаймыз шкала бойынша. Ал егерде жиынтық бағалау бойынша 30, 29 деген сияқты максималды бағалау шкаласына сәйкес баға қоямыз. Яғни бұны қорытынды бағалау деп атаймыз. Меніңше түсінікті болды деп есептеймін. Олай болатын болса, жаңағы сұрағымызға назар аударайық қайтадан. Бағалаудың барлық түрлеріне тән 3 сипаттама бар. Қадағалау сипаттамасына сәйкес мұғалім әрекеті. Яғни бұл жерде бағалау 3 түрі сипаттамасы қадағалау еді, және қандай еді? Интерпретация және қорытынды. Енді қадағалауға сәйкес. Оқушының сұраққа жауабын тыңдау. Бұл сәйкес па қадағалауға? Әрине сәйкес. Өйткені қадағалауда біз оқушының жауабын тыңдаймыз. Қалай орындады іс-әрекетімен қоса жауабын тыңдаймыз. Оқушы тапсырманы қалай орындағанын түсіну дейді. Бұл интерпретацияда жүргізіледі. Критерийлерге сәйкестендіріп оқушыға тапсырма бойынша сұрақ қою. Біз сұрақ қоймаймыз, тек тыңдаймыз, әрекетін қадағаладық. Оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдаймыз. Яғни шешім қабылдау бұл баға қою деген сөз. Бұл қадағалауға жатпайды. Оқушының жауабын үлгімен сәйкестендіру бұл да жатпайды. Сонымен оқушының сұраққа жауабын тыңдау болып саналады. Келесі топтық талқылауды таспаға жазып алу іс-әрекеті зерттеу үдерісінің қай кезеңіне жатады? Жаңағы 3 зерттеу үдерісі бар ғой, соның қай кезеңіне жатады екен? Талдау бұл зерттеу үдерісіне жатпайды, жоспарлау жатпайды, бағалау жатады. Бағалау жалпысына жатады. Рефлексия және қадағалау. Бізде қадағалау бар еді, интерпретация және қорытынды бар еді. Рефлексия ғой енді қорытынды деп келінсе керек. Сонымен бұл топтық талқылауды таспаға жазып алу іс-әрекеті бұл қай кезеңде жатады? Қалай ойлаймыз? Яғни бұл әрине қадағалау. Себебі неде? Яғни біз оқушының жауабын таспаға жазып алдық. Іс-әрекетін бақыладық деген сөз. Келесі дәл осы тақырыптарға тағы да сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бағалау мақсатында жүргізілетін қадағалау нәтижесінің интерпретациясы. Интерпретациясы дегенді біз шатастырып алмайық. Бұл жерде қадағалау бар. Қадағалау нәтижесінің интерпретациясы деп тұр. Яғни бұл қадағалау кезінде бағалау мақсатында жүргізілетін. Яғни балл және баға қою бойынша қорытындылау. Бұл қай кезеңде еді? Балл қою. Әрине қорытындыда еді. Оқушының келесі даму бағытын айқындау. Алынған мәліметтердің мәнін анықтау. Енгізілген өзгерістердің тиімділігін бағалау. Оқытудың келесі кезеңдерін жоспарлау. Қадағалауда қайсысы еді? Алынған мәліметтердің мәнін анықтау. Бұл деген сөз не? Алынған мәліметтердің мәнін анықтау. Яғни оқушының жауабын тыңдау. Бұл есептелінеді. Сонымен бүгінгі сабағымыз қорытындылай келе, бағалаудың 3 түрлі кезеңі бар. Қадағалау, интерпретация, қорытынды. Осы 3 кезеңге байланысты әртүрлі вариантта
сұрақтар сіздерге келеді педагогикадан, методикадан. Сол кезде біз ең бірінші жаңағы кезеңдерін мұқият біліп алсақ, қадағалау дегенді түсінсек, интерпретация, қорытынды. Осыны қадағалау, яғни оқушының жауабын тыңдау, әрекетін бақылау, интерпретация, критерий қою, қорытынды бұл баға қою, алынған мәліметтерді бағалау, шешім қабылдау деген сияқты әртүрлі синонимдермен келуі мүмкін. Ең бастысы осы 3 кезеңді жақсы түсініп алсаңыздар болғаны. Бүгінгі сабағымыз сіздерге пайдалы болса, келесі сабағымызды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бүгінгі сабағымызға комментарий түсінбеген сұрақтар болып жатса, өздеріңіз пікірлеріңізді комментарийға қалдырсаңыздар болады. Ал келесі сабақта кездескенше аман саулықта болайық.